түсіндіремін. Тағы да кеш жарық, құрметті партнерлар. Менің есімім Нұрмагамбетова Кенжегүл. Осы жобада екінші жыл жұмыс жасап келе жатырмын. Өзімде 2 балам бар, декретте отырмын. Осы жобаға мен декретте отырғанда келдім. Өзім Инстаграм арқылы келдім. Бүгінгі ақпарат жалақы қалай төленеді? Өйткені көп партнерлар білмейді, қайдан, қалай төленеді, қалай есептелінеді объемная скидка. Екінші ветка не үшін қажет? Партнерлардың дәрежелері бірдей, бірақ табыстары әртүрлі. Ол не үшін, неге байланысты? Және де отрыв деген не? Осы сұрақтарға жауап қазір аласыздар. Өйткені осындай сұрақтар көп партнерларды мазалайды. Ең бірінші біздің ереже туралы айтып кетейін. Әрқашанда есіңізде болсын, бұл ережелерді бұзуға болмайды. Тіркелген консультантты қайтадан тіркеуге болмайды. Басқа топтардан консультанттарды өзіңіздің командаңызға шақырмаңыздар. Атай, ана, күйеуіңізді, балаларыңызды дәл астыңызға бірінші линияға тіркеу керек. Яғни оларды глубинаға тіркемейді, оларды тура өз астына тіркейсіз. Тіркеу кезінде адамның мәліметтерін дұрыс, қатесіз толтыру керек. Вебинарды бастамас бұрын мен сіздерге менің сүйікті өнімдерімді, осы 3 өнімді көрсетейін. Бірінші тұрған, сол жақта тұрған бұл тональное средство Giordani Gold. Осы спонжик арқылы жағамын. Влажный спонжикпен жаққанда прям күшті, бетіңізге күшті сіңеді. Және де байқағаным, бұл тональное средство киімдерге жұқпайды. Мысалы, мен курткамда воротнигі үлкен, и воротникте вообще сол тональный средствоның ізі қалмайды. И прям бетінде, прям жақсы сыңы, бетінде бұлай көрініп тұрмайды бұл тоналка. Бір жаққаннан прям осы тональный средствоға ғашық болдым. Сосын екіншісі тұрған бұл экспресс-маска для глубокого очищения кожи. Бұны сіз массировать етіп 1 минуттай, сосын оны сумен жуасыз. Осы маскадан кейін бетіңіз прям гладкий болады. И үшіншісі бұл шведский спа сериясынан. Бұл специальное средство. Средство для парового очищения лица, яғни ыстық суға, 500 грамм ыстық суға, так, 2 қасық, 2 чайный қасық осы средствоны қосасыз. Сосын полотенспен, мысалы, бетіңізді жауып, сол парға ұстайсыз бетіңізді. Одан кейін, мынау екінші тұрған маска, 5 минутқа осы масканы жағып, сосын бетіңізді жуасыз. Мен сізде көрінбеймін, вы меня видеть не будете, у меня камера не работает. Вы будете видеть слайд и будете меня слышать. Енді қазір веткаларды қалай құрған дұрыс. Мынау сол жақта тұрған, мысалы, егер сіз барлық адамды тек өз астына ғана тіркесеңіз, бұны ромашка дейді. Ал он жақта тұрған бұл біз сияқты бір-бірінің астына тіркейміз. Бұны біз морковка дейміз. Бұлай тіркеген дұрыс, өйткені морковкамен тіркесеңіз, яғни цепочка ретінде, бұл жерде сіздің астыңыздағы партнерлар бір-біріне поддержка жасап, көмек жасап, поддержка көріп, және де тез өседі. Яғни командалы жұмыс, командамен бірге команда жинайсыз. Бұл вебинарға негізі қазір блокнотпен қалам алған дұрыс, жазып отырасыз, қалай есептелінеді. Бұл қызықты тема, өйткені бұны барлықтарыңыз білуіңіз керексіз. Қалай біз бастаймыз, адамдарды қайдан табамыз? Қараңыздар, сіз өзіңіз жалғыз
команда құрмайсыз, командамен бірге құрайсыз. Мысалы, мына үстіңізде тұрған спонсорыңыз, сосын сіз келесі адамды, мысалы, спонсорыңыз тіркейді, сосын сіз тіркейсіз, сіздің астыңыздағы адамдар да тіркейді сол цепочкаға. Осылай цепочка мен кете береді. Бұл барлығы да сіздің командаңыз болады. Қараңыздар, міне қандай табыс алуға болады бұл жерден. Қараңыздар, мысалы, консультант 3%-егі 2700 теңгеден басталса табысы. Арғарай қараңыздар, қарай өседі. Сіз, мысалы, бұл шексіз табыс деген сөз. Мысалы, сіз қазір 3%-ке шығып, бірінші объемный скидкаңыз 2700 теңге болса, бірнеше айдан кейін сіз уже 100 мың, 200 мың алуыңыз мүмкін. Жарты жылда, мысалы, 500 мың жалақыға да шығу мүмкін. Бұл барлығы сіздің қолыңызда. Қандай жалақы алғыңыз келеді, ол сіздің қолыңызда, және де сіздің жасаған әрекеттеріңізге байланысты. Бұл жерде шек жоқ. Мысалы, жалдамалы жұмыста шек тұрады ғой. Мысалы, сіз өзіңіздің үстіндегі адамыңыздан көп зарплат ала алмайсыз. Мысалы, өзіңіздің бастықтан көп ала алмайсыз. Өзіңіздің бастықтан, мысалы, асып генеральный директор бола алмайсыз. Ал бұл жақсы жері, бұл Oriflame компаниясында сіз өзіңіздің спонсорыңыздан аса аласыз. Өзіңіздің спонсордан аса алсаңызда, сіздің спонсорыңыз сізден объемный скидка алады, бонус алады. Мысалы, және де сіз өзіңіздің спонсорыңыздан асып, дәреже бойынша да жалақыңыз да одан да көбірек болады. Бұл жерде әрбір адамның өз жұмысына байланысты. Ешқашан да спонсорға қарап отырып қалмаңыздар. Өзіңіз план құрып, әрекет жасап, осы лестница успехамен өсуіңізге болады. Сосын қараңыздар, қаншама премиялар, $1000 премия басталады, не $1 миллион дейін. Лестница успеха бойынша төленетін премия $2,167,500 құрайды. Теңге емес, доллар құрайды. Және де осы лестница успеханы астынан үстіне қарай оқысаңыз, онда қаншама ақша бар екенін көресіз. Біздің Oriflame компаниясы негізі маркетинг планы өте оңай, және де өте сондай благородный дейміз ғой, щедрый маркетинг план. Біздің табысымыз объемная скидка деп аталады. Мен арқарай түсіндіргенде объемная скидка деп айтамын. Міне сол объемная скидка ол біздің табысымыз. ОС деп жазылып тұрады обычно. Ол объем продаждан есептелінеді. Объемная скидка, например, сіз 30 мыңға заказ жасадыңыз да, 150 балды 30 мыңға жасадыңыз. Объемный скидкаңыз ол 30 мыңнан емес, ал объем продаждан есептелінеді. Объем продаж деген ол сіздің заказыңыздан НДС алынады. НДС алынып, сол жаңағы таза суммаңыз объем продаж болады. Сол объем продаждан есептелінеді объемная скидка. Объемная скидканы сіз жеке кабинетте көре аласыздар. Заказы, отчеты по заказам деген жерде тұрады объем продаж ОП деп. Және де информационный листоктар ашсаңыз, ол жерде объем продаж көрсетіледі, инфобонус көрсетіледі, және де премьер клуб бонусы көрсетіледі. Қазір мен түсіндіремін. Енді қараңыз, 150 балл. Бір бонус балл шамамен 170 теңге деп алайық. Бұл шамамен 150 балды 170 теңге көбейткенде 25.500 теңге. 25.500 теңгені 3%-ке көбейткенде 765 теңге. 3% дәрежедегі жеке тауар айналымынан табысыңыз 765 теңге. Онымен қоса бұл объемный скидкадан бөлек премьер клуб бонусы бар. 100 бонус балдан жоғары жасайтын консультанттар премьер клуб мүшесі болады. Яғни олар қосымша премьер каталогтан заказ жасалады, және де сізге өзіңіздің тапсырыңыздан каталогтың бағасымен 5% премьер клуб бонусы қайтарылады. Объем продаждан емес, ал каталог бағасымен жасалған заказдан.
яғни 20% есептемегенде. Каталог бағасы мен тапсырыс мысалы 34 мың теңге болса, одан 5% 1700 теңге сізге жеке кабинетіңізге қайтарылады. Бұл қосымша бонус, жаңағы объемный скидкадан бөлек. Сонда қараңыздар, 3%-тегі дәрежедегі консультанттың өзінің жеке тауар айналымынан табысы қандай? 3% бұл 150 балл, мысалы 150 балл дейік. Негізі 3% 150 балдан 449 балға дейін. Енді каталог бағасы мен тапсырысы 37 мың теңге. Каталог бағасы мен, яғни бізде 20% скидка бар ғой, сол 20% скидканы есептемегенде каталог бағасы мен тапсырысы 37 мың теңге. Объем продаж, яғни бұл объем продаж НДС алғанда сумасы, таза сумасы 26 мың теңге. Енді премьер клуб бонусы сізге 37 мың теңгеден 5% 1850 теңге, және де объемная скидка 26 мың теңгеден 3% 780 теңге. Яғни барлығы 1850, қосу 780, барлығы 2630 теңге сізге қайтарылады. Яғни 3%-тегі сіздің объемный скидкаңыз 2630 теңге. Бұл егер тауар айналым 150 балл болса. Бұл түсінікті ғой, қалай объемный скидка есептелінеді, және де премьер клуб бонусы қалай есептелінеді. Инфолистокта ашып қарасаңыз, ол жерде инфобонус бөлек тұрады, және де инфобонус дегені бұл жаңағы сіздің өзіңіздің және де командалық тауар айналымнан түскен объемный скидка. Және де бөлек графа тұрады премьер клуб бонусы. Сол жерден де өзіңіз қарап есептеп алуға болады. Мен есептейм, менде прям тура солай шығады. Енді қараңыз, біздің лестница успеха 22%-ке дейін. 22% бұл старший менеджер, ашық дәрежедегі директор болып саналады. Жеке кәсіпкер болып, компаниямен келісім шарт жасап, табысыңызды карточкамен алып отырасыз. 22% дәрежедегі дейін маркетинг жоспар міне осындай. 3% 150 бонус балл, 6% 450 бонус балл, 9% 900 бонус балл, 12% 1800 бонус балл, 15% 3000 бонус балл, 18% 5000 бонус балл, 22% 7500 бонус балл. Бұл тек қана осындай балдар ғана емес. Мысалы қараңыздар, 3% 150 балдан басталады, 450 балдан 6% басталады. Яғни 3% бұл 150 балдан 449 балға дейін. 6% 450 балдан 899 балға дейін. 900 балдан уже 9%. 9% 900 балдан 1799 балға дейін. 1800-ден уже 12% басталады. 1800 балдан 2999 балдан. 3000-нан 15% басталады, 3000-нан 4999 балға дейін. 5000-нан 18% басталады, 5000-нан 7499 балға дейін. И 22% 7500 балдан басталады. Енді бұл жерде қараймыз. Мысалы, сіз 150 бал жасап, сізде командалық тауар айналым 920 бонус бал. Сізге Алияның, Асемнің, Баяның, Арайдың, Ғалияның, Жананың бонус балдары қосылады. Бұл жерде қазір кешіріңіздер.
Кешіріңіз, балам жылап қалды. Так, астынан үстіне қарай есептелінеді. Мысалы, Жанна 150 балл, ол 3%. Галияда 240 балл. Өткені өзінің 90 баллы және де Жаннаның 150 балды. 240 балл 3%. Арайға өзінің 80 баллы, Галияның 90 баллы, Жаннаның 150 баллы қосылады. Командалық тауар айналым 320 бонус балл 3%. Баянға өзінің 30 баллы, Арайдың 80 баллы, Галияның 90 баллы, Жаннаның 150 баллы қосылады. Баянда 350 бонус балл 3%. Асемде Баян, Арай, Галия, Жаннаның балдары қосылып, командалық тауар айналым 600 бонус балл 6%. Өткені 6% 450 балдан 899 балға дейін. Так, Алия 770 бонус балл 6%. Және де сізге барлықтарының балдары қосылып 920 бонус балл 9%-тесіз. Енді өзіңіздің тауар айналымынан объемны скидкамен қоса, сіз командалық тауар айналымынан есептелінетін объемны скидка аласыз. Міне қараңыздар. Мынау сізде бірінші ветка Алия тұр, екінші ветка Асем тұр. Бірінші ветка Алияда Галия бар және де Жанна бар. Алияда так, Галия 6%, 450 бонус балл, командалық тауар айналым. Жаннада командалық тауар айналым 300 бонус балл, 3%. Алияда 900 бонус балл, Алия 9%. Алия өзі 150 бонус балл жасады. Енді мына жақта Асем өзі 150 балл жасады, командалық тауар айналым 770 бонус балл 6%. 770 бонус балл бұл Асемнің 150 баллы, Арайдың командалық 400 бонус баллы, Баяның командалық 220 бонус баллы. Енді сіз Алиядан, так, міне қараңыздар, Алияда өзінің 150 баллы, Галияның командалық 450 баллы, Жаннаның командалық 300 бонус баллы. Барлығы бірге 900 бонус балл. 170-ке көбейтсек, өткені бір бонус балл, бұл шамамен алғанда 170 теңге. Онда Алияның командалық тауар айналымы 153 мың теңге. Асемде 150 балл қосу 400 қосу 220 бонус балл, 770 бонус балл. 170-ке көйтбесек, Асемде барлығы командалық 130 мың 900 теңгеге тауар айналым жасады. Енді сіз ол үшін, мынау адамдарды даже сіз өзіңіз тіркемесеңіз да, сіз олардан процент алып отырасыз. Міне қараңыз, бұл жерде сіз айырмасын аласыз. Егер бұл жерде сізде командалық тауар айналым 1820 бонус балл. Яғни Алияның тауар айналымы 900 бонус балл, Асемнің тауар айналымы 770 бонус балл, барлығы бірге 1820 бонус балл. Сіз 12%-тесіз. Алия 9%. Яғни Алияның командалық тауар айналымынан сіз айырмасын аласыз. Міне, сіз 12%-тесіз, Алия 9%. Сіз 3% аласыз. Асемнің тауар айналымынан сіз 6% аласыз. Өйткені сіз 12%-тесіз, Асем 6%. Оның айырмасын сіз 6%-ін аласыз. Енді есептейік. Алияның командалық тауар айналымынан 3% аласыз. Яғни 153 мың теңгеден 3% бұл 4590 теңге. Асемнің тауар айналымынан, командалық тауар айналымынан 6% аласыз. Оның тауар айналымы 130 мың 900 теңге болды. 6% 7854 теңге. Сіз өзіңіздің тауар айналымынан, сіз 12%-тесіз ғой. Өзінің тауар айналымынан
бұл шамамен 25.500 теңге, 12%-і 3060 теңге аласыз. 5% бонус пример каталогтың 34.000 теңге, бұл шамамен есептелінген каталог бағасымен 34.000 теңге, 5%-і 1700 теңге. Барлығы 4590, 7854, 3060, 1700, барлығы сіз 12%-те бұл мысалда 17204 теңге аласыз. Так, енді ары қарай. Көлемдік жеңілдік кімдерге төленеді? Және де отрыв не үшін қажет? Компанияның ережесі бойынша объемный скидканы алу үшін сізде отрыв болу керек, және де 150 балл жасау керексіз. Өзіңіз 150 балл жасау керексіз, және де отрыв болу керек. Қараңыздар, бұл жерде мынау цепочка ретінде тіркелген. Бір цепочка, бір группа. Бұл жерде алия 12%-те тұр, 1850 бонус балл. Асим 9%-те тұр, 1650 бонус балл. Галия 1500 бонус балл 9%-те, 1350 балл 9%-те, Мақпал 9%-те, Аяна 9, Арай 9, Дария 6%-те, Камил 6%-те. Енді отрыв деген не? Отрыв деген бұл сіздің астыңыздағы адамнан ең кемінде бір дәрежеде жоғары болу керексіз. Мысалы, сіздің астыңызда А7 тұр, А7 9%-те. Сізде отрыв болу үшін сіз 12%-те болу керексіз ең кемінде. Мүмкін 15% боласы, 18% боласы, 22% боласы, бірақ отрыв болу керек ең кемінде бір ступенькаға. Бұл жерде сіз алияда отрыв бар. Яғни алия өзі 200 балл жасады, яғни алия объемная скидка алады. Айырмасын алады 12%, минус 9%, 3%. Яғни алия А7-нің командалық тауар айналымынан, А7-мен ғана емес, А7-нің командалық тауар айналымынан міне 3%-ын алады, және де өзінің тауар айналымынан 12%-ын алады, және де 5% пример каталогтың бонусын алады. А7-де отрыв жоқ, өйткені А7 өзі 9%-те, оның астындағы галия да 9%-те, отрыв жоқ. Бірақ 150 балл жасады. Яғни оған командалық тауар айналымынан объемная скидка болмайды. Ол өзінің тауар айналымынан объемная скидка алады, өйткені 150 балл жасады, бір шартын орындады. А7 өзінің тауар айналымынан 9%-ын алады, және де 5% пример каталогтың бонусын алады. Командалық тауар айналымынан ол алмайды ештеңе. Енді галияда отрыв жоқ, өйткені галияның астындағы сәуледе 9%-те, галияда 9%-те. Бірақ галия бір шартын орындады, 150 балл жасап. Яғни галияда А7 сияқты өзінің тауар айналымынан ғана алады, 9% объемный скидкасын, және де 5% пример каталог бонусын. Ал командалық тауар айналымынан алмайды. Сәуле, Мақпал, Аяна, Аянада отрыв жоқ. Олар тек қана, бірақ бұл жерде мысалы сәуле 100 балл жасады, 150 балдан кем жасады. Оған өзінің тауар айналымынан ештеңке түспейді, бірақ 5% пример каталог бонусын алады. Мына жерде қате кетіп қалды. Аяна өзінің тауар айналымынан алмайды, өйткені Аяна 150 балл жасаған жоқ. Бұл жерде қате кетті. Бірақ 100 балдан жоғары жасады. 100 балл жасады, оған 5% пример клуб бонус түседі. Енді қараңыз, Арайда отрыв бар, өйткені Арайдың астындағы Дария 6%, Арай өзі 9%. Яғни Арай Дарияның командалық тауар айналымынан айырмасын алады, 9-дан 6-ында 3%-ын алады. 3%-ын алады, өзінің тауар айналымынан 9%-ын алады, және пример клуб бонусын 5%-ын алады. Дарияда отрыв жоқ, Камила ештеңке алмайды.
Енді отрыв болу үшін не жасау керек? Не, әуелі сол жақты қарайық. Бұл жерде алия 12%, 2300 бонус балл. Алияның астындағы А7 да 12%, онда 1900 бонус балл командалық тауар айналымы. Алия бұл жерде А7-нің командалық тауар айналымынан ештеңке алмайды. Өйткені алия жұмыс жасаған жоқ. Алияға жалақы алу үшін енді жақсылап жұмыс жасап, адамдарды шақырып, енді алия екінші ветканы бастайды. Міне екінші ветканы бастады, екінші веткасында арай. Арай 9%, 970 бонус балл. Бұл енді алияда отрыв бар, өйткені алия 15%-ке шықты. Бұл жерде алияда А7-нен да, арайдан да отрыв бар, 15%-ке шықты. Енді отрыв екінші ветканы қашан бастаған дұрыс? 9 немесе 12% менеджер болғанда, яғни сіз уже үйренгенде, тәжірибе алғанда, 4 белсенді ключевой партнер болғанда, жұмыс барысын, маркетинг жоспарды түсінген, собеседование өзі жүргізе алатын адамдарды, яғни рекрут жасап жатқан адамдар болғанда, сізге уже екінші ветканы бастай беруге болады. Енді қарайық, көлемдік жеңілдік неге байланысты? Мысалы, кейбір партнерлар айтады, мен де 15%, там, например, Мадина да 12%, бірақ біздің жалақымыз неге әртүрлі? Бұл неге байланысты қарастырайық. Кейде директорлардың да, золотой директорлардың да жалақылары да бірдей болмайды. Өйткені олар бірнеше факторлерге байланысты болып келеді. Міне қараңыз, Алия, Арай, Дария, Камила, Ғалия бесеуде 15%-те тұр. Алия 150 балл жасады, отрыв бар, командалық тауар айналым 4600 бонус балл. Командалық тауар айналым 782 мың теңгені құрайды. Арай 150 балл жасады, бірақ отрыв жоқ. Яғни арайдың астындағы адам да 15%-те. Арайдың командалық тауар айналымы 680 мың теңгені құрайды, 4000 бонус балл. Дария өзі 100 балл жасады, отрыв бар, 3700 бонус балл, 629 мың теңгені құрайды. Камила 70 бонус балл, отрыв бар, 3200 бонус балл, 544 мың теңгені құрайды. Галия 250 бонус балл жасады, отрыв бар, 3000 бонус балл, 510 мың теңге. Енді қараңыздар, бұл 5 адам бір дәрежеде тұрса да, бірақ олардың бонус балдары бірдей емес. Поэтому олардың объем продаждары да бірдей емес. Бұл жерде 782 мың теңге, 680 мың теңге, 629 мың теңге, 544 мың теңге, 510 мың теңге. Олардың объем продаждары, бонус балдары әртүрлі болғандықтан, олардың саналған объемный скидкасы да әртүрлі болады. Мысалы, Алия 782 мың теңгеден алады. Онда отрыв бар. Арай, мысалы, отрывсыз қалды, бірақ 150 балл жасады. Ол тек қана өзінің тауар айналымынан алады. 680 мың теңгеден алмайды. Дарияда отрыв бар, тауар айналымы жақсы, 629 мың теңге, бірақ ол ештеңке алмайды, өйткені 150 балл жасамады. Камилада мысалы отрыв бар, бірақ өзі 150 балл жасамады, ол ештеңке алмайды. Галияда қараңыздар, өзінің жеке бонусы жақсы, 250 бонус балл, яғни оған жеке өзінің тауар айналымынан да жақсы түседі объемный скидкасы, және де командалық тауар айналымы бар, отрывы бар, содан да объемный скидка алады. Яғни көлемдік жеңілдік командалық тауар айналымға байланысты, жеке тауар айналымға байланысты, отрывқа байланысты. Неде, мысалы, 2-3 веткалары болса, ол веткалар қандай процентте тұр, соған да байланысты, өйткені веткалардың тауар айналымы әртүрлі болады.
не мысал ретінде көрсетейін. Көлемдік жеңілдік неге байланысты деген. Мысалы, Асем мен Сәуле екеуі де 15%. 15% бұл 3000 бонус балдан 4999 бонус балға дейін. 5000 бонус бал уже бұл 18%. Асем 15%, командалық тауар айналым 4000 бонус бал. Асемде бірінші веткасы 9%, екінші веткасы 12%. Сәуледа 15%, оның тауар айналымы 4050 бонус бал. 50 бонус балға ғана көп. 50 бонус балға ғана көп, бірақ жалақысы намного, бірақ нетеді, аздау болады. Өйткені қараңыздар, Асем Алияның командалық тауар айналымынан 15% минус 9%, 6% алады. 6% бұл 15300 теңге. Галияның тауар айналымынан, командалық тауар айналымынан 15%, аз айтамыз 12%, 3% алады. Бұл 11985 теңге. Қараңыздар, 3% аз процент болса да, бірақ ақшасы әжептәуір болады. Өйткені оның объем продажы 399500 теңге. Енді Асемнің командалық тауар айналымынан алатын объемның скидкасы 27285 теңге. Сәуледа 15% тұр, оның бонус балы 50 теңге ғана көбірек, бірақ оның жалақысы 9180 теңге. Неге? Өйткені онда бірінші ветка Нагима 9% тұр, екінші ветка Малика 15% тұр. Нагиманың командалық тауар айналымынан 6% алады. Бұл 9180 теңге. Және де Маликаның командалық тауар айналымынан ештеңке алмайды. Өйткені отрыв бұл жерде жоқ. Маликада 15%, Сәуледа 15%. Сәуле Нагиманың тауар айналымынан алады. Оның объемның скидкасы 9180 теңге. Так, арғарай. 22% старший менеджер, ашық дәрежедегі директор. Мен қараңыздар, 22% бұл 7500 бонус бал және одан да жоғары. Сізде екі веткаңыз бар. Бірінші веткада Арай 5300 бонус бал 18%, екінші ветка Дария 12%, 2200 бонус бал. Сізде өзіңіздің 150 балыңыз, сіздің өзіңіздің балдарыңыз да қосылады. 150 балыңыз қосу 5300, 2200, 7650 бонус бал болды. Сіз 22%-ке шығасыз. Сіз өзіңіздің тауар айналымынан 150 бонус бал, шамамен 70 теңгеге көбейтсек 25500 теңге. Өзіңіздің тауар айналымынан 22%-ін аласыз, 5610 теңге. Арайдың командалық тауар айналымынан 4%-ын аласыз, бұл 36040 теңге. Дарияның тауар айналымынан 10%-ын аласыз, 37400 теңге. Сіздің объемны скидкаңыз 79050 теңге болады. Сосын сіздің астыңызда тағы да 22% старший менеджер шықса, сізде бұл жерде отрыв жоқ, бұл группаңыз 22%-ке шықты. Енді директорский бонустар басталады. Директорский бонус бұдан алу үшін да отрыв керек. Директорский бонус алу үшін сізде екінші веткаңыз ең кемінде 3000 бонус бал, яғни 15%-те болу керек. Сонда сіз бірінші веткадан директорский бонус аласыз, екінші веткаңыздан 3000 бонус балдың командалық тауар айналымынан процентін аласыз, 22 мен 15%-ның айырмасын. Және де өзіңіздің командалық тауар айналымынан. Әрбір 22 группа үшін сіз директорский бонус алып отырасыз. Бірінші линияда.
глубинадан емес, бірінші линиядағы адамдардан. Мысалы, мына 15%-тегі веткаңыз 22 шықса, бұл веткадан директорский бонус аласыз. Старший директор бұл бірінші ветка 22%, және де ПГ 7500%. ПГ деген персональная группа. Персональная группа деген бұл әлі 22%-ке шықпаған группа. Міне, мысалы, сізде 3 веткаңыз бар. Бірінші веткаңыз алия 22%-ке шықты. Екінші веткаңыз А7 15%. Бұл персональная группа, өйткені әлі 22-ке шыққан жоқ. Және де Галия 15%. Галия мен А7 сізде персональная группа болады. Персональная группа деп аталады. ПГ. Өйткені 22%-ге шыққан жоқ. А7 22-ге шыққанда сізде Галия персональная группа болады. Галия мен А7-нің балдарын қосқанда 7500 бонус балл. Яғни сізде персональный группада 7500 бонус балл, және де бір 22% веткаңыз бар. Значит, сіз старший директор боласыз. Старший директор званиясын ашасыз. Алиядан директорский бонус аласыз. А7-нен командалық тауар айналымнан объемный скидка аласыз. Галияның командасынан объемный скидка аласыз. Және де өзіңіздің тауар айналымнан объемный скидка аласыз. Жаңағы екінші веткаңыз 22%-ке мысалы шықты, бірінші веткаңызда 22%-ке сіз золотой директор званиясын ашасыз. Бұл жерде уже отрыв керек емес, жаңағы 3500 бонус балл деген. Бұл жерде отрыв керек емес, сіз екі веткадан да директорский бонус алып отырасыз. Золотой директордың премиясы $2000, және де золотой конференцияларға бара аласыз. Так, бұл жерде сізде 3 веткаңыз, бұл жерде тағы да айтып кетейін. Бұл жерде да сіз егер сразу директор уровеньнен кейін золотой директор дәрежесін ашсаңыз, бұл жерде да автоматты түрде старший директорды ашасыз. Өйткені екінші веткаңыз 7500 бонус балл. Және де директорский группаңыз да бар. Бұл жерде золотой директор және де старший директор екі званияны қатар ашасыз. Мне 3 веткаңыз 22%-ке шықса, сіз старший золотой директор боласыз. Осы 3 веткадан да директорский бонус аласыз, және де 3000 теңге премия болады. Так, 4 веткаңыз 22%-ке шықса, сапфировый директор боласыз. 4 группадан да директорский бонус алып отырасыз. Бұл жерде премияңыз $4000. Алты веткаңыз бриллиантовый директор, $6000 премия. 6 веткадан да директорский бонус алып отырасыз. Мне қараңыздар. Біз неге 150 бонус балл тез өсу жол деп айтамыз? Өйткені қараңыздар, 150 балл, сіз өзіңіз жалғыз 150 балл жасап, 3%-ке шығасыз. Егер 100 балл жасасаңыз, сізге өзіңізбен бірге тағы бір адам керек. 50 балдан жасасаңыз, онда 3 адам керексіз. 25 балдан жасасаңыз, онда 6 адам іздеу керексіз. Өзіңіз және де 5 адам іздеу керексіз. Мне 22% алайық. 22% 150 бонус балдан жасаған 50 адам керек, яғни сіз және де 49 адам. Ол адамды өзіңіз жалғыз іздемейсіз, командамен бірге іздейсіз. 250 балл жасап тұрсаңыз 30 адам керек.
егер 50 балдан жасаса 150 адам, 25 балдан жасаса 300 адам. Не қараңыздар, 300 адам табуға оңай ма, әлде 50 адам табуға оңай ма? Поэтому біз 150 балл бұл тез өсу жол деп айтамыз. Жобаның негізі бұл жеке тұтыну. Жаңағы объемная скидка, бұл барлығы өзіміздің тауар айналымынан төленетін ақша. Сіздің мақсатыңыз бұл тек қана дүкен ауыстыру. Сіз бәрібір ол заттарды даладағы дүкеннен алып тұрсыз. Қажет заттарды енді өзіңіздің интернет дүкеннен үйден шықпай 20% жеңілдікпен алып отырасыз. Осымен табыс тауып отырасыз. Сосын тұтынушы желісін дамытамыз. Өзіміз ғана заказ жасап жатсақ, біз аз ғана ақша аламыз. Егер ол заттарды сатып табыс көрсеңіз, ол аз ақша. Мен басында көрсеткендей, бұл жерде ақша өте көп, шегі жоқ. Сондықтан да бұны жалғыз адам істей алмайды, көп адам керек. Ол үшін тұтынушылар желісін дамытамыз. Яғни адамдарды осы бизнеске шақырамыз. Дәрежемен өскен сайын, сіздің заказыңызға төленетін сумаңыз азаяды. Мысалы, 3% 150 баллыңыз 30 000 теңгеге шықты. Объемная скидка шамамен 2300 теңге түсті. Сіз 30 000 теңге төлейсіз заказыңызға. Келесіде 6%-ке шығасыз. Заказ 150 балл 30 000 теңге шықты. Бірақ сіз 30 000 теңге емес, 27 700 теңге төлейсіз. 30 000-нан 2300 теңге алынады. 6% объемный скидкасы шамамен 4300 теңге. Келесі 9%-ке шыққанда объемный скидканы 8300 теңге төлейді. 150 балға 30 000-ға заказыңызды сіз 30 000 емес, 25 700 теңге төлейсіз. 12%-ке шыққанда 16 300 теңге төлейсіз. 30 000 теңгенің орнына өткен объемный скидкаңыз алынып отырады. 15%-те 13 700 теңге. Көлемдік объемная скидка шамамен 30 000 теңгедей. 18%-те объемная скидка шамамен 45 000 теңгедей. Сіз 12 000 теңге төлейсіз. Қалған ақшаңыз 12 000 теңге счетыңызда тұрады. 22%-ке шығасыз. Объемная скидка бұл шамамен 100 000 теңге. 12 000 теңге заказға төлейсіз. Және де 27 000 теңге сізде қалды объемный скидкаңыз. И келесі айда 100 000-нан қалған 82 000 теңге барлығы бірдей 121 000 теңге сізге уже карточкаңызға ауысады. Міне осылай объемный скидка заказға төленетін ақшаңыз азаяды. Сіз міндетті түрде мысалы 3%, 6%, 9% барлық ступендарды өтуге былай не емес, міндет емес. Сіз мысалы 3%-тен сразу 9%-ке мүмкін көтерілесіз. Немесе 3%-тен сразу 12%-ке, 12%-тен мүмкін келесі қаталықта сіз сразу 18%-ке шығасыз. Ол сіздің жұмысыңызға байланысты. Даже екі каталог ішінде сіз можете сразу 22%-ке шығуға. Осымен вебинар аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Вебинарыма кім келді? Барлықтарыңызға рахмет. Запись жіберіледі. Сау болыңыздар.